Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалуы да аса қатты қиын емес, өте оңай әрі тез жасалынады. Ең алдымен бізге керекті заттарын дайындап аламыз. Қайнатылған тауық еті, жұмыртқа, фри және майонез қосатын боламыз. Және бізге осындай кукуруз керек болады. Тәтті кукуруз қосатын боламыз. Огурцы керек болады, осыны ұмытпаңыздар. Осы тауық етімізді жақсылап майдалап турайтын боламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп, соломка етіп тураймыз. Дәл видеодағыдай етіп, соломка қылып турап шығасыздар. Негізі салатты жасау аса қатты қиын да емес. Ең алдымен осы еттеріңіз жақсылап өзінің бабында пісіп, суға қайнатқан кезде тұзын салып, дәмін келтіріп, әдемілеп, жұмсақ етіп пісіріп алуларыңыз керек. Сонда турағанда осылай әдемі болып туралады. Турап болды. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойсаңыздар болады. Каналымда көптеген пирожныйлардың, дәмді тағамдардың рецептісін таба аласыздар. Мені жоғалтып алмас үшін тіркеліп, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Менің каналымнан апта сайын жаңа рецептілер шығады, соны көріп отырсаңыздар болады. Осылайша қазақша контенттің дамуына үлес қоса аласыз. Мінекей жұмыртқамызды да, огурцымызды да осылай жақсылап соломка етіп турап алдық. Бәрін біркелкі етіп турасаңыздар өте әдемі көрінеді. Енді мына табаққа сыймаған соң үлкендеу ыдысқа салып араластырып жатырмын. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Жаңа тураған заттарымыздың бәрін енді үстінен фри қосамыз. Негізі фриді бетіне әсемдік ретінде сәндесеңіздер де болады. Ішіне қосып мен сияқты араластырсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз. Осылай бір араластырып аламыз. Және тұз қосып жібересіздер. Тұз қосуды ұмытпаңыздар. Дәміне қарай, тауық еттеріңіздің тұздылығына қарай тұз қосып жібересіздер. Кукуруздың суын, жүгеріңіздің суын азырақ қылып қосып жібересіздер және өзінің бәрін қосасыздар. Майонез қосасыздар. Мен бұл жерде көп мөлшерде жасап жатырмын. Қонақ күткен соң осы жерде мен бір қонақ күтудің салатын жасап жатырмын. Сіздер де егер қонақ күтетін болсаңыздар, осы салатты істесеңіздер өте дәмді болып шығады. Енді майонезін салып жақсылап бір араластырып аламыз. Егер де әсемдік ретінде әдемі болып шыққанын қаласаңыздар, фриді бетіне сепсеңіздер де болады, немесе осылай мен сияқты араластырсаңыздар да болады. Қалай істесеңіздер де дәмі өте керемет болып шығады. Маған осылай ішіне араластырып істеген ұнайды. Дәмі де бір ерекше болып шығады. Жақсылап бір араластырып аламыз. Өзіңіздің көңіліңіздегідей етіп, майонезді де қалағаныңызша қосып, құрғақтау болғанын қаласаңыз аз қосасыз, немесе мен секілді көп етіп қосып істесеңіздер де болады. Ең бастысы салаттарыңыз өте дәмді болып шығады деп айта аламын.